Көңілімнің санасы кетпейді іштегі ғашықтың жарасы. Апа, қандай ән айтып отырсыз? Бұл ұлы Абайдың «Көзімнің қарасы» деген ән, балам. А кім ол Абай ата? Абай қазақтың ұлы ақыны, ойшыл данышпаны, дүниеге қазақтың өнерін танытқан данышпан. А не ол айтқан? Мысалы, балам, сендерге арнап мынандай бір өлең шуақтарын оқиын. Сол Абайдың жазған. Сенбе жұртқа тұрса да қанша мақтап, әуретеді ішінен қулық сақтап, өзіңе сен, өзіңді алып шығар, ақылың мен еңбегің екі жақтап. Қайғы келсе қарсы тұр, құлай берме, қызық келсе қызықпа, оған ерме. Жүрегіңе сүңгіде, түбін көзде, содан тапқан шын асыл тастай көрме. Әке, мұнда не жазылған? Мұнда адамзаттың бәрін сүй бауырым деп жазылып тұр. Қызым, осылай Абай адамдарды достыққа, татулыққа, бірлікке шақырған. А неге Абайдың сөздері тасқа жазылған? Біздің халқымыз үшін бұл сөздердің мәні өте зор. Осыны апам маған кішкентай кезімнен құлағыма құйып өсірген. Тасқа жазылған Абай атамыздың сөздері ешқашан ұмытылмайды. Алло, әке, қалдарыңыз қалай? Не істеп жатсыздар? Мен осы Абай еліне экскурсияға барғалы жатырмын. Я, мен үшін уайымдамаңыздар. Сау болыңыздар. Жүрегіңнің түбіне терең бойла. Мен бір жұмбақ адаммын, оны дойла. Соқтық балы, соқпақсыз жерді өстім, мыңмен жалғыз алыстым, кінә қойма. Көп адам дүниеге бой алдырған, бой алдырып аяғын көп шалдырған. Өлді деуге сияма ойландаршы, өлмей тұғын артынан сөз қалдырған. Еңліккебек махаббат мұнарасы. Билер сотының кесімі бойынша құрбан болған қос ғашық Еңліккебек осында жерленген. Ел аузындағы аңызға сенсек, ескерткішке келген жастар болашақ жарын кездестіреді деген сенім бар. Мұражай еліміздегі республикалық маңызы бар ірі тарихи орындардың бірі болып саналады.
тарих пен тағылымға толы осы мұражай кешенін биіктен қарайтын болсақ, кең далада жүзіп келе жатқан алып ақ кеме сияқты болып көрінеді. Мына ескерткіш таңба Еуразия құрлығының кіндігі деп аталады. Қазақтың Абай, Шәкәрім, Мұхтар сияқты ұлы тұлғалары осындай қасиетті өлкеде өмірге келген. Ғашықтың тілі тілсіз тіл, көзбен көрде ішпен біл. Сүйсер жастар қат етпес, мейлің илан, мейлің күл. Ол тілге дік оңтайлы, қарыпсыз біліп соңдайды. Біліп ап қоғып қойушы, енді ішіме қонбайды. Саяхатымызды бұдан ары қарай табиғат аясында жалғастырайық. Ел аузындағы аңызға сенсек, ескерткішке келген жастар болашақ жарын кездестіреді деген сенім бар. Өзімнің қарасы, көңлімнің санасы, бітпейді іштегі ашықтың жарасы. Бітпейді іштегі ғашықтың жарасы. Ғашықтың дана